Ал енді алдарыңызда тарих математикалық үлгіде қалай болады? Еркес ағай. Мен математикамен байланыстырайын деп тұрғам жоқ. Жалпы тарих және мен өзімді оқушымын деп есептеймін. Және жай ғана оқушы емеспін, космополит оқушымын. Космополит деген ұлт деген ұғым жоқ. Мен қай жер ыңғайлы, сол жерде өмір сүре берем, қай жерде жақсы жұмыс бар, сол жерге кете берем деген көзқарастағы оқушымын. Яғни ондай жағдайда менің ұлтымның тарихы маған керек па? Жарайды, емтихан үшін оқуым керек болады, месік үшін оқуым керек болады. Егер оны алып тастады дейік, мен емтихан тапсырмайтын болсам, ол оқуға түсуім әсер етпейтін болса, және өзім космополит болсам, тарихтың маған қандай қатысы бар? Құдай қарасам, мүлде қатысы жоқ. Тарихты не қыламын мен? Өзіме қажетті университетке түсіп, өзіме қажетті пайдалы жұмыстарды, қажетті мемлекетке барып жүре бермеймін бар. Енді қарасаңыз, тарих деген ол хандар мен билердің, қолбасшылардың басынан өтілген шытырман оқиғалардың жиынтығы емес. Тарих деген ол хронологиялық даталардың жиынтығы емес. Егер мен тарихты хронологиялық даталардың жиынтығы деп жаттап оқитын болсам, ол менің басымдағы мусор болып қалады. Ал сол мусорды өңдейтін баста тағы завод болу керек. Ол заводтың аты тарихи анализ. Яғни тарих деген ол ғылым. Тарих деген ол себеп салдарлар ғылым болғаннан кейін тізбегінен тұрады. Мен мысалы мен осындай алдыңғы қатардағы мектепте оқығаннан кейін менің амбициям да жоғары. Яғни мен жай қатардағы көптің бірі болғым келмейді. Мен саясаткер болып кетуім мүмкін болашақта. Мен бір ірі компанияларда топ менеджер болуым мүмкін. Ал кез келген саясаткер, жақсы саясаткер болу үшін ол тарихи анализ жасай білу керек қой. Кез келген мықты басшы болу үшін, топ менеджер болу үшін ол тарихи анализдің дағдысы болуы мүмкін. Мен мына жердегі бір даталарды, бір соғыстағы бір тарихи жағдайларды ұмытып қалуым мүмкін. Ал егер мен тарихи анализ жасап дағды үйренсем, ол дағды ұмытылмайды. Ол универсал дағды. Яғни мен бір жағдайларда бір болжау жасау үшін, ол кез келген себеп бұл, тарих деген осындай оқиға, осындай тарихи жағдай, осындай себеп болды, сол себептің салдары осындай. Яғни мен себеп салдар тізбегін көру дағдым, мен тіпті қоймасам да керек болып қалуым мүмкін. Үлкен қызметтерді айтпай-ақ қояйын. Сондықтан мен қанша космополит болсам да, тарих бәрібір маған керек. Дәл бұндай тарихи анализ жасап, осындай бағыт беретін мұғалімдермен, өзіңе шынымен қамқорлық жасайтын адамдардың ортасында сол дағдыны меңгеретін жаста да бұдан кейін болмайды. Адамның үйрене білу дағдысы 18-19 жаспен бітеді. Және ондай ортада да бұдан кейін болмайды. Бұл менің соңғы мүмкіндігім. Маған беріп тұрған тамаша тағдырдың сыйы. Осындай жерде бәрін үйреніп алу. Ол тарихтың толқынында, тарихи жағдайлардың толқынында мен қаласам да, қаламасам да түсем. Сол толқынның манипуляциясында бәрібір боламын. Не ол толқында бір батып, бір шығып жүрем, не ол толқында серфинг жасаймын. Тарих толқынының серфингісі болу үшін мен тарихи анализ жасауды білуім керек. Ал тарихи анализді жасауды үйренудің тамаша мүмкіндігі қазір осы мектепте, осы жерде бар. Тарих деген тек қана жалғыз тарихтың өз басы емес, ол археологиямен байланысты, ол антропологиямен байланысты, ол тіпті генетикамен байланысты. Ол жаңа ғылымдардың бәрі тарихи бір ақиқатты ашу үшін құрал болып табылады. Соларға тұтас картина ретінде қарай білмеске. Мен тіпті тарихты ұнатпаған күннің өзінде, даталарды жаттауды жақтырмаған күннің өзінде неге деген сұраққа жауап бере білсем, мен танымдық тұрғыдан қарасам, баға тұрғысынан емес, онда кез келген нәрсе қызық болып кетеді. Сондықтан неге деген көп сұрақтарға жауап беруді үйренудің тағы бір жаттығатын алаң ол тарих бәрі.